Әлемдегі ең ұзын топ 10 шекара. Қазақстан мен Ресей шекарасы бірінші орында деп ойласаңыз, қателесесіз. Сонымен 10-шы орын Үндістан мен Пәкістан шекарасы. Оның ұзындығы 3190 километр. Бұл шекара соғыс, шиеленіс және бақылау бекеттері. Екі елдің арасындағы мәңгілік қарым-қатынас символы. 9-шы орын Қытай мен Үндістан шекарасы. Оның ұзындығы шамамен 3380 километр. Тибет пен Гималай арқылы өтетін бұл шекара әлемдегі ең даулы аймақтардың бірі. 8-ші орын Бразилия мен Боливияның шекарасы. Оның ұзындығы 3400 километр. Амазон орманы мен өзендер арқылы өтеді. Бұл табиғаттың өзі сызып қойған шекара. 7-ші орын Ресей мен Монғолия шекарасы. Оның ұзындығы 3485 километр. Шексіз дала, тау, орман, адамдар өте сирек кездесетін ең тыныш шекаралардың бірі. 6-шы орын Үндістан мен Бангладеш шекарасы. Оның ұзындығы 4096 километр. Бұл шекара картографтардың түсіне енетін лабиринт. Мыңдаған бұрылыстар мен анклавтар. 5-ші орын Ресей мен Қытай шекарасы. Оның ұзындығы 4209 километр. Амур мен Аргун өзендері екі алпауыт мемлекетті бөліп тұр. Қазір бұл шекара сауда мен дипломатияның арнасы. 4-ші орын Қытай мен Монғолия шекарасы. Оның ұзындығы 4677 километр. Гоби шөлі бойымен созылған бос кеңістік. Мұнда шекара күзетшілерінен гөрі қарапайым жел көбірек жүреді. Ал енді үздік үштікке көшейік. 3-ші орын Аргентина мен Чили шекарасы. Оның ұзындығы 6691 километр. Анды тауларының бойымен өтетін алып шекара. Бір жағында Тынық мұхиты, екінші жағында Атлант мұхиты. 2-ші орын Қазақстан мен Ресей шекарасы. Оның ұзындығы 7644 километр. Бұл әлемдегі ең ұзын құрлықтық шекара. Даладан тайгаға, өзеннен шөлге дейін созылған бір тұтас белдеу. 1-ші орын Канада мен ақш шекарасы. Оның ұзындығы 8890 километр. Әлемдегі ең ұзын халықаралық шекарасы. Ормандар, көлдер және шекарасыз достық.